Ассалаумағалейкум. Қытай брендтері елімізде күннен күнге көбейіп келе жатқанына қарамастан, халқымыз әлі сенімсіздікпен қарайды. Машиналар сынып қалмай ма екен? Сапасы қалай? 3-4 жылдан кейін қалай сатам? Сұрақтар осы сарында. Мұны жақсы білетін қытайлар заман өзгеріп, технология алға жылжығанын алға тартады. Яғни 10 жыл бұрын шығарылған көлікпен қазіргінің арасы жер мен көктей. Қытайда автомобиль қалай жасалады? Бүгін көрсетем. Біз Чунсиндеміз, аспан асты елінің ең ірі авто өндірушілері қатарында екінші болып тұрған Чанган зауытына барамыз. Ана модельдің, мына модельдің платформасы деген сөзді менің аузымнан жиі естисіздер ғой. Мінекей жапониялық Kawasaki роботы менің артында UNI-V моделінің платформасын дәнекерлеп келесі өндірістік процесске дайындап жатыр. Чанган 20 миллионнан астам машина сатқан бірінші қытайлық компания. Тарихы тереңге тамыр жайған. 160 жыл бұрын зеңбірек шығара бастаған зауыт әскердің қамына жұмыс істеді. Заман өзгерді, тіршілікке керек техника жасау қажеттілігі басымырақ. Бірдеңеден бастау керек қой, 1984 жылы Чанган Судзукимен кооперацияда Дамастың бабасы Керри моделін өндіре бастады. Судзукиден кейін Ford, Mazda, Peugeot, Citroen мен достық қарым-қатынас орнатылды. Өндіріс ауқымы таңғалдырады. Әр детальді өндіретін мекеме Қытайда орналасқан. Мотор жасайтын жеке зауыт бар, трансмиссия жасайтын жеке зауыт бар, электромобиль мен компоненттер жасайтын кәсіпорындар да осында. Вау! Ең қызығы Чанган мемлекеттік компания. Бізде мемлекет араласқан дүние сапасыз өнім болады. Қытайда керісінше, Чанганды бренд ретінде қалыптастырған маңызды стратегиялық шешімдер Компартия кабинетінде қабылданды. Сөзіме дәлел, қызылмен жазылған ұранды көрдіңіздер ме? Чанганды партия жасайды деп жазылып тұр. Бұл әлемдегі ең заманауи зауыттардың бірі. Автоматизация деңгейі 92%. Штамповка, яғни қалыптау, дәнекерлеу және бояу процесіне адамдар қатыспайды. Олардың жұмысы роботтардың жұмысын қадағалау. Мінекей мен бағана айтқан кісілер кеңседе операция үдерісін бақылап отыр. Кетті, дөңгелектер келе жатыр. Автоматика қай модельге қандай көлемдегі дөңгелекті беруді өзі біледі. Мынау бір ерекше сәт. Автоиндустриядағы қасиетті момент. Автомобиль шанағына вин-код ұрылып жатыр, қараңыздар. Расын айту керек, зауытта кісілер көп ақша алмайды. Орта жалақы $1000. Алайда жұмыс ауыр емес. Зауыттың бір күндік жоспары таблода көрініп тұрады. Қазір бір инсайтты жариялайым, ары қарай ешкімге таратып айтып қойып жүрмеңіздер. Модельдердің ішкі атауы болады. Санмен және әріппен белгіленеді. C281 деген UNI-V моделі, S203 деген CS55 моделі. Күндік жоспар 251 және 299, оның жартысынан көбі бүгінге орындалып қойыпты. Чанганның модельдік қатары бірінші кезекте ішкі нарыққа арналған, сосын барып дамушы мемлекеттерге экспортталды. Жоспарлары керемет, электромобильдер жасалып жатыр, келешекте толықтай автономды машиналарды түрлі салада қолданбақшы. Зауыттағы өндірістің әр кезеңінде сапа тексерісі болады. Ол да автоматтандырылған. Қараңыз, робот о бастағы параметрмен қазіргі көрсеткіш сәйкес пе жоқ па, соны тексеруде. О, достар, UNI-V моделінің фазбек стиліндегі көтені маған қатты ұнайды. CS55 модельмен екеуінің ортақ детальдары компоненттері өте көп, мысалы рөлі және ортадағы мультимедиа экраны. Мінекей қазір біз панорамалы шатырды орнату процесін бақылап отырмыз. Бұл өте қызық үдеріс. Көрейік. Конвейерде андон бау бар. Ол не екенін түсіндірейін бе? Toyotаның әзірлемесі. Қандай да бір машинадан ақау табылса, конвейер тоқтатылады. Чанганда 2 бау бар. Дәлірек айтқанда 2 батырма. Қызыл және көк дефект қорқынышты болмаса, сборщик көк батырманы басып, бір секторды тоқтатады. Ал егер айтарлықтай болса, қызыл бауды тартады. Бау деген жалпы есім, қазір оны батырма алмастырды. Мына қаз қатар тізілген бензобак қақпағынан ең популяр түсті анықтауға болады. Қызыл бір ақтана, қара, сұр, ақ, одан әлде қайда көп. Салонның ішкі қаптамасы сияқты пластик детальдарды робот апарады. Қауіпсіздік бірінші кезекте. Егер алдына тұра қалсам, робот тоқтайды, қараңыздар. Тоқта, партия үшін тоқта. 2017 жылдан бері жұмыс істеп жатқан дәл осы заманауи зауытта бізге жақсы таныс CS55+ және UNI-V модельдері жасалуда. Өндіріс ауқымы жылына 360 мың автомобиль, зауытта небәрі 1500 адам терлеп тепшіп еңбек етуде. Бұл көп емес негізі.
Чанган былтыр 1.274.000 автомобиль сатып BYD-ге ғана жол берді. Бұл өте мықты көрсеткіш. Global R&D Center Чанганның мақтанышы. Зерттеу орталығында ең озық технологиялар және маңызды шешімдер қабылданады. Ұқтыңыздар ғой, Қытайлар технологиядан ақшаны аямайды. Чунсендегі R&D центрге $1 миллиард ақша құйылған. Одан бөлек Италия, ақш, Жапония, Германия сияқты мемлекеттерде мықты дизайнерлік студиялар мен инженерлік орталықтар жұмыс істеп жатыр. Шанганның R&D орталығындағы автокөрмеде барлық модельдерді тамашалауға болады. Көбісі ішкі нарыққа арналған, экспортқа кететін негізгі модельдер. Қытайда керемет атақ даңққа ие болған Wuling және Chery QQ моделіне конкуренция құраған Чанган Lumin моделі алдарыңызда. Бұның төменгі комплектациясы 3.200.000 теңгеден басталады. Литий полимерлі батареямен жүретін жоғарғы жиынтығы, яғни максималкасы 4.500.000 теңге тұрады. Жүріс қоры 300 шақырым, бойында 45 аттың күші бар. Чанган Unity жақында Red Pot деп аталатын әйгілі премияда үздік дизайн деген номинацияда жеңімпаз атанды. Бұл Қазақстанға келетін машина, қараңыздар қандай әдемі, бас оптикасы төменде, күндізгі жарық шамдар жоғарыда. Радиатор торы аға бауыр модельдерін қайталайды. Алдыңғы есіктің тұтқасы Tesla секілді, ал артқысы Toyota CHR деске салады. Салон сапалы екені, базар жоқ. Орталық консольда минимализм, пуш-старт батырмасы, драйв мод түймесі және электронды тұрақ тежеуші. Трансмиссия джойстигі жалпақ екен. Екі үлкен монитор кітап секілді орналасқан. 12-де 3 және 13-де 2 дюйм қателеспесем. Көлікті тест-драйв қалған кезде барлығын анық-қанық түсіндірем. Рөлі Univ мен Unique ағаларың секілді емес, классикалық, тек төменгі жағы қиылған. Машинаның қозғалқыш көлемі 2 литр, турбо әрине, бойында 220 ат күші бар. Міне, мына автомобиль жүреді. Бағасы Қытайда небәрі 10 миллион теңге. Көлік артқы жағынан да көркем. Қазақстанға келетін болса, SUV-C сегментінің серкесі болайын деп тұр. Жүк салғышы әрине электро жетексіз, өйткені 10-13 миллион теңге диапазонында ондай опциялар қолжетімсіз. Артқы мұржасы фейк емес, спойлері, аэродинамикалық пластик элементтері көлікке агрессия беріп тұр. Төменгі жағында айнада және артқы тіреуіште қара декор элементтер. Дөңгелегінің көлемін білесіздер ме? Кіп-кішкентай кроссоверде 20 дюймдық дискілер. Достар, let me introduce жаңа модельді. Бұл Чанган Univ. Нарыққа қадам басқан жаңа Fastback. Машинаның көтені өте әдемі, алдыңғы жағда агрессивті. Қытай нарығында мынандай спорттық стилдегі бампермен сатылады екен, біздің нарықта ондай жоқ. Бағасы белгілі, Қазақстанда құны 13 миллион теңге. Автомобиль 1,5 литрлі турбо қозғалтқышпен жабдықталған, 181 жылқысы бар, жоғары айналымда 300 ньютон-метр момент береді. 18-ші дискілер, панорамалы шатыр, адаптивті круиз контроль, аралық сақтау, жолақта ұстау секілді қауіпсіздік жүйелермен қамтамасыз етілген. Салоны модель атауы Uni деп басылатын ағаларымен бірдей. Саймандар панелі 12-де 3 дюйм, қапталында 2 монитор, ортада 12-де 3 дюймдық мультимедиа экраны, климат контроль бар, ортада минимализм, драйв мод шайбасы осында, электронды тұрақ тежеуші және автохолд батырмасын көріп тұрмын. Автомобильдің стоп шырағы қапталдан қапталға дейін жалғасады. Тағы біреуі бампердің төменгі жағында орналасқан. Мұржалары фейк емес, бампері өте көркем көрінеді. Алыстан автомобильдің силуэті өте әдемі, өйткені пропорциялар дұрыс. Чанган Unilердің 4 бұрышы рөлі біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Мен үшін алыс жолда ыңғайлы. Жоғарғы жағы тік орындалған рөлге қолды қойып қоясында демаласың. Ал қарқынды басқару кезінде ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Өйткені кейде қолың ілінбей қалады, бұрған кезде ше бүйтіп. Әлемде авто өндірушілер көп. Бұл ашық айқас. Чанган Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen секілді атақты компаниялардың мықты мамандарын қызықтырып жұмысқа алды. Не үшін біз алақандай алаңқайда жүрміз? Өйткені қазақстандық жүргізуші куәлігі Қытайда жарамсыз. Және олардікі бізде жарамсыз. Колеса KZ-тің статистикасына қарасам, Чанган маркасына ел азаматтарының қызығушылығы артып келеді. Барлық модельдерінің техникалық сипаттамасы жайында сіздер жаңа авто айдарынан біле аласыздар. Так что Колеса KZ-ті жүктеп қолданыңыздар.
Менің артымда сараптамадан өтіп жатқан модельдердің барлығы жаңа, нарыққа шықпаған. Сондықтан бұл жерде видео түсірілім жасауға болмайды, бірақ бізге рұқсат берілді. Дәл қазір біз Чунцин қаласынан 200 шақырым жерде орналасқан әлемдегі ең ірі автополигондардың біріндеміз. Бұл жерде тек қана Шанғаның модельдері емес, сондай-ақ батыс Қытайда өндірілетін басқа да маркалардың модельдері зерттеуден өтеді. Автополигонның жалпы аумағы 2 миллион шаршы метрден асады. Сыртқы айналымының ұзындығы 5,5 шақырым. Ал ішіндегі 40 түрлі жол бедерінде автомобильдің аспасы, тежеуіш жүйесі, жүріс баптаулары және ресурсы зерттеледі. Қотыр-қотыр, ойқы-шойқы, гедір-бұдыр тастақ жолда автомобильдің аспасы әбден тексеріледі. Тіпті Розбакиев сияқты люктары толған көшені байқадым. Сыртқы айналымның шеткі жолағында машиналар сағатына 250 шақырым жылдамдықпен жүреді. Мұнда тексерілетін басты нәрсе автомобильдердің ресурсы. Байқауымша Жапония, кореялық марка модельдерде бар. Олардың зерттеу нәтижелері аналитикалық орталыққа жіберіліп, сол жақта маңызды шешімдер қабылданады. Достар, барлық Қытай маркаларының мәселесі бір. 3-4 жыл жұмыс істейді де нарықтан кетіп қалады. Сосын запчасть тауып көр. Екінші нарықтағы бағасы құлдырайды. Чанган осының алдын алу үшін имиджді түсірмейміз, барынша клиенттерімізді қолдаймыз деп сендірді. Шанған Қазақстан нарығына ұзаққа келіп, мықты серіктеспен жұмыс істеп жатыр. Компания 2030-ға қарай автомобиль саудасын 4 миллионға жеткізбекші, оның 30% экспорт. Егер мақсат орындалса, кореялық сценарий қайталануы мүмкін, яғни Kia мен Hyundai секілді екінші нарықта жақсы сатылады. Бірақ әр нәрсеге халық өз бағасын береді. Бүгінге тәмам, келесіде көріскенше.解放